Сәлем достар, бұл видеода сан бұлшықеттерін түсіндіремін. Каналға тіркелуді және лайк басуды ұмытпа. Сан бұлшықеттері 3 топқа бөлінеді: алдыңғы, медиалды және артқы топ. Санның алдыңғы топ бұлшықеттеріне мускулис квадрицепс феморис жатады. Санның 4 басты бұлшықеті. Сәйкесінше 4 бұлшықетке тоқталамыз. Мускулис вастус латералис санның латеральды жалпақ бұлшықеті 10-шы цифрамен көрсетілген. Ол линия аспера бұдырлы сызықтың латеральды ерінен және трахантер майер үлкен ұршықтан басталады. Ортан жіліктің артқы бетінде бұдырлы сызық болады, екі ерінен тұратын. Соның латеральды ерінен мускулис вастус латералис басталады. Келесі мускулис вастус медиалис санның медиалды жалпақ бұлшықеті 6-шы цифрамен көрсетілген. Ол линия аспераның, яғни бұдырлы сызықтың медиалды ерінен басталады. Одан кейін мускулис вастус интермедиус санның жалпақ аралық бұлшықеті, ол ортан жіліктің алдыңғы жоғарғы бетінен басталады. Келесі мускулис ректус феморис санның тік бұлшықеті, ол мықынның алдыңғы жоғарғы қылқанынан, яғни алдыңғы жоғарғы қылқан дегеніміз спина илиака антериор супериордан басталады. Бұл 4 бұлшықет бір сіңірге бірігеді, солай тізе буынынан өтіп туберозитас тибия, яғни асықты жіліктің бұдырмағына барып бекінеді. Қызметі ұршық буынында санды бүгу және тізе буынында сирақты жазу. Санның алдыңғы топ бұлшықетіне жататын екінші бұлшықет мускулис сарториус тігінші бұлшықет. Басталатын орны спина илиака антериор супериор, мықынның алдыңғы жоғарғы қыры және бекінетін орны туберозитас тибия, асықты жіліктің бұдырмағы. Сан мен сирақты бүгеді, бұрады және санды әкету қызметін атқарады. Келесі санның артқы топ бұлшықеті мускулис семитендинозус жартылай сіңірлік бұлшықет, бірінші цифрамен көрсетілген. Шонданай төмпесінен, яғни седалищный бугордан басталады, туберозитас тибияға, асықты жіліктің бұдырмағына барып бекиді. Бүгіліп тұрған сирақты ішке айналдырады. Мускулис семимембранозус 7-ші цифрамен көрсетілген, яғни жартылай жарғақты бұлшықет. Ол да шонданай төмпесінен басталады, бекінетін орны асықты жіліктің медиалды айдаршығы кондилюс медиалис. Санды жазады, сирақты тізе буынында бүгеді. Одан кейін мускулис бицепс феморис санның 2 басты бұлшықеті. Ұзын басы шонданай төмпесінен басталса, қысқа басы линия аспера бұдырлы сызықтың латеральды ерінен және ортан жіліктің латеральды айдаршық үстінен басталады. Яғни қысқа басы мұнда фиолетовый түспен көрсетілген. Бекінетін орны кіші жіліктің басы болып табылады. Оның қызметі санды жазу және сирақты бүгу. Келесі санның медиалды топ бұлшықеттері. Бұл бұлшықеттердің бәрі ұршық буынын әкелу қызметін атқарады. Бірінші бұлшықет мускулис грацилис жіңішке бұлшықет, басталатын орны қасағалық симфиз, бекінеді туберозитас тибия, яғни асықты жіліктің бұдырмағына. Міне мынау жіңішке бұлшықет. Сирақты бүгеді және ішке айналдыру қызметін атқарады. Одан кейін мускулис пектинеус қырлы бұлшықет, басталатын орны қасағалық сүйектің қырымен жоғарғы тармағынан. Яғни жоғарғы дегеніміз мына тармақ, ал төменгі мына тармақ, яғни бұл бізде қасаға сүйегі болып отыр. Жоғарғы тармақты біз рамус супериор деп атаймыз. Бекінеді ортан жіліктің бұдырлы сызығына, яғни линия аспераға бекінеді. Санды әкеледі және оны бүгу қызметін атқарады. Одан кейін мускулис аддуктор лонгус әкелетін ұзын бұлшықет, қасағалық сүйектің жоғарғы тармағынан басталады да, линия аспера бұдырлы сызықтың медиалды еріне барып бекінеді екен. Санды әкеледі, бүгеді және сыртқа айналдырады. Одан кейін мускулис аддуктор бревис әкелетін қысқа бұлшықет, қасағалық сүйектің төменгі тармағынан басталып, линия аспера бұдырлы сызыққа бекінеді, санды әкелу қызметін атқарады. Мускулис аддуктор магнус әкелетін үлкен бұлшықет, шонданай төмпесі, яғни тубер исхиадикуммен қасағалық сүйектің төменгі тармағынан басталады. Міне мынау бізде магнум, ол да линия аспера бұдырлы сызықтың медиалды еріне барып бекиді. Санды әкелу және бүгу қызметтерін атқарады. Осымен санның бұлшықеттерін аяқтаймын, ал келесі видеода сирақ бұлшықеттерін түсіндіретін боламын.